Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы киелі киіз үй деп аталады. Бүгінгі сабақта мәтінде көтерілген мәселелерді талдай отырып негізгі ойды анықтау. Сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөлігі кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану. Бірінші тапсырма: мәтінді оқып, тақырыбын, стилін, мәтіннің қай стильге жататынын анықтаңыз. 41-ші бетті ашып, мәтінді оқиық. Киіз үй көшпенділердің сан мың жылдардан бері пайдаланып келе жатқан төл баспанасы. Күні бүгінге дейін киіз үйдің бірнеше түрлі үлгісі қалыптасып, тұрмысымызға етене сіңіп кетті. Қазақ киіз үйі тігуге, жығуға қолайлы, жиналмалы, таза, жеңіл. Киіз үй қазақ сурет өнері мен қол өнерінің ұштасқан ең биік көрсеткіші. Керегенің геометриялық пішінді болуы, үйдің дөңгеленіп келуі, шаңырақ пен еденге, төр мен босағаға дейінгі қашықтық бәрі жылудың сақталуына, ауаның айналып тұруына өлшеніп істелген. Ал басқұр, бау, арқан жіптің сәнді болуы, ою өрнекпен көркемделіп келуі далалықтардың суреткерлігін көрсетеді. Міне киіз үй көшпенділердің сәулет өнеріне қосқан үлесі. Бағалау критерийі: мәтінде, бейнероликте көтерілген мәселені талдайды, мәтінді оқып, негізгі ойды анықтайды. Дескриптор: мәтіннің мазмұнын түсініп, сұрақтарға жауап бере алады. Екінші тапсырма: мәтін қай стильде жазылған? Ғылыми және публицистикалық стильге тән тілдік құралға байланысты тұжырымдамалардың дұрыс және бұрыс нұсқасын табыңыз. Дұрыс жауабын салыстырыңдар. Балалар, ережеге көңіл аударайық. Кідіріс: сөйлеу ағымында болатын үзіліс. Кідіріс акустикалық жағынан дыбысталудың тоқтағанын білдіреді. Сөйлемдегі кідірістің орнына байланысты сөздердің өзара қарым-қатынасы мен мағынасы өзгеріп отырады. Мысалы, балалар, әнші балалармен кездесті деген сөйлемді алайық. Осы сөйлемде әншіден кейін кідірісті жасап оқып көрейік. Әнші балалармен кездесті. Кім кездесті? Әнші. Ал енді кідірісті балалармен дегеннен кейін қойып оқимын. Әнші балалармен кездесті. Қандай балалармен? Яғни сөйлемге кідіріс жасағанда сөйлемнің қарым-қатынасы мен мағынасы өзгеріп отырады екен. Балалар, жағдаяттық тапсырманы орындаңдар. Шарты: киіз үйдің жабдықтарын дұрыс тауып, ретімен орналастыру. Дұрыс айтасыңдар. 2-3 адам 1 сағаттың ішінде киіз үйді құра алады. Ол үшін алдымен керегеге құрып, сылдырауықты байлап, шаңырақты көтереді. Шаңырақтың айналасына уықтарды шаншып, керегеге мықтап байлайды. Дайын болған үйдің сүйегіне туырлықтарын жауып, алдымен ең соңынан үзік киізін жабады. Міне осындай киіз үйді көруге болады. Бағалау критерийі: видеороликті көреді, жағдаяттық тапсырманы орындайды. Дескриптор: видеороликтің мазмұнын түсініп, жағдаяттық тапсырманы орындай алады. Екінші жағдаяттық тапсырманы орындаңдар. Киіз үйге шиді қандай мақсатта пайдаланған? Кереге мен туырлық арасына айнала ши тұтады.
Не үшін шиді пайдаланған? Көшпенділердің сәулет өнеріне қосқан үлесі. Бұл әлемдік жаңалық. Өйткені киіз үйдің өзі әлемнің бір моделі, былайша айтқанда космостық бір моделі. Оның түңлігін ашқанда бүкіл әлем көрініп тұрады. Оның несі жоқ, қабырғасы жоқ тіреп қадына. Жаман энергия сақталып қалатын, тұрып қалатын энергия жоқ. Оның құру, оның керегелері, оқтары, шаңырағы, бұл әлемнің бір моделі. Ол киіздің өзінің жылу сақтау қасиетті. Соны білу. Сонымен қатар осы арқандары, жіптері, уылдырықтары, сонымен киіздің өзінің қасиетті адамды шағатын, улы жәндіктерді жолатпайды. Киіз үйдің өзі бір жеке зерттеуді қажет етеді. Ши тоқу өнерінің бейнесін көріп отырсыздар. Мұндай ши түрлері қазақ арасында өз орнымен әртүрлі мақсатта пайдаланған. Мысалы, қабығынан тазартылған ақ шиді үйді шаң тозаң мен құрт құмырсқалардан қорғау үшін тұтқан. Көбінесе құрт ірімшік тағы басқа заттарды жайып кептіру үшін, сондай-ақ сүзгі жасау үшін қолданған. Киіз үйдің керегесін орай тұтуға көбінесе шым ши мен орама шиларды пайдаланған. Балалар, 43-ші бетте 5-ші тапсырманы орындаймыз. Киіз үйді ғылыми тұрғыдан сипаттап, сұхбат құрыңдар. Үйге тапсырма 43-ші бет 7-ші тапсырма. Өздеріңізденіп, шаңырақ және қара шаңырақ ұғымдарына түсінік беріңдер. Қорытынды, мәтінде көтерілген мәселені талдадық, ойымызды айттық, сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөлігі кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдануды үйрендік. Сабақтан кейінгі әсерім. Нені сезіндім, нені білдім, қандай ой пайда болды, нені үйрендім. Кері байланысты бейне сабақтың соңына жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.